Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүл сыйлаймын. Гүл – цветок, сыйлаймын – подарю. Подарю цветок. Ең алдымен балалар, берілген бейнебаянға назар аударайық. Давайте посмотрим видеоролик. Қалдым қайда тығылып. Күз тартасын бірте гүл, тербетенген ерке гүл. Өсектерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз. Күз тартасын бірте гүл, тербетенген ерке гүл. Өсектерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз. Әже, мынау сізге. Рахмет, құлыным, өркенің өссін, қандай әдемі гүлдер. Мынау сізге. Рахмет, алтыным. Бақытты бол, айналайын. Ақылдарыңнан айналайын. Азамат болды деген осы. Ата, әже, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Ребята, вы посмотрели видео, как Али и Ая дарят цветы бабушке и дедушке. Они их очень любят и уважают. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Обратите внимание, слово «сыйлаймын» имеет два значения. Сыйлаймын, дарю, подарю. Гүл сыйлаймын, дарю цветы, подарю цветы. Это было первое значение слова «сыйлаймын». Второе значение – сыйлаймын, уважаю. Анамды сыйлаймын, уважаю маму. Ребята, запомните. Сыйлаймын, дарю, подарю. Также сыйлаймын, уважаю. Туған күн, день рождения. Рахмет, спасибо. Давайте повторим еще один раз. Тағы бір рет қайталап шығайық. Сыйлаймын, дарю, подарю. Гүл сыйлаймын, дарю цветы, подарю цветы. Сыйлаймын, уважаю. Анамды сыйлаймын, уважаю маму. Туған күн, день рождения. Рахмет, спасибо. Енді балалар, берілген мәтінді бірге оқиық. Давайте прочитаем вместе текст. Бүгін әнелдің туған күні. Саша әнелге шар сыйлайды. Анна кітап сыйлайды. Қанат лего сыйлайды. Мен гүл сыйлаймын. Ертең Аннаның туған күні. Аннаға қызғалдақ пен раушан ұнайды. Мен Аннаға қызғалдақ сыйлаймын. Қызғалдақ қандай тамаша. Давайте теперь переведем. Енді аударайық. Сегодня день рождения у Анель. Саша подарит Анель шар. Анна подарит книжку. Канат подарит лего. Я подарю цветы. Завтра день рождения у Анны. Анне нравятся тюльпаны и розы. Я подарю Анне тюльпаны. Тюльпаны такие прекрасные. Енді балалар, берілген тапсырманы жазбаша орындайық. Давайте выполним это задание письменно. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды жалғап жаз. Мы должны вместо многоточий дописать нужное окончание. Тиісті қосымшалар, нужное окончание. М, ң, ңіз,
В этом задании мы с вами вспомним притяжательное окончание. Менің туған күнім. Менің туған күнім. Сенің туған күн. Сенің туған күнің. Сіздің туған күн. Сіздің туған күн. Сіздің туған күніңіз. Оның туған күн. Оның туған күні. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Менің туған күнім. Сенің туған күнің. Сіздің туған күніңіз. Оның туған күні. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, біз алдымызда шыққан суреттермен қандай тамаша сөйлемін толықтырып айтайық. Мы должны дополнить предложение «Какой прекрасный». Какие прекрасные розы. Ребята, это предложение мы должны составить на казахском. Қандай тамаша раушан гүлдері. Какая прекрасная книга. Қандай тамаша кітап. Какие прекрасные горы. Қандай тамаша тау. Какой прекрасный подснежник. Қандай тамаша бәйшешек. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Қандай тамаша раушан гүлдері. Қандай тамаша кітап. Қандай тамаша тау. Қандай тамаша бәйшешек. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.